Ой, молодец, жұрт қатары тұрып атыр екесіңдер демеңіздер, түнімен ұйықтаған жоқпыз айналайындар. Мынаған не жоқ деймін да, мынаған не жоқ түнімен ұйықтамай. Не жоқ мынаған? Ұйқымға өлейін деп отырмын ше. Ана тәтті болып маужырап тәтті ұйқыда жатқан күйеуімне ішім күйіп, жыным келіп, өткен кеткен қателіктерін тізіп, қазір ұйқысынан тұрса не деп ұрыс шығарамын деп дайындалып отырмын, в общем. Құлағының арты сәл шашығаны болмашы. Жор еш қой, жор еш. Еш қой, еш. Қаппайшындар ғой бұндай ешті. Осы ойбай ақтарылдық қой мына жолдың қотырынан. Өткен 2 апта мен үшін бір күдік, бір күмән, бір үміт, ішім алай дүлей. Отырған жерімде жылап қалып. Сондай бір қиындау апта болды ше. Барлығын сіздердің алдарыңызда күліп, жадырап, жайнап, ойбай, базара терапия, үйтіп өмір сүріңдер, бүйтіп өмір сүріңдер деп ана гәпке барып сөйтіп жүрміз ғой. Негізінде кәдімгі мына жеріме өксікті қылып, біреу бір нәрсе десе жылап қалып, барған жерімнен машинадан қайтқанша жылап келіп, сондай апта болды мен үшін, сен естідің ме? Біз қазір діттеген жерімізге келдік, кейінірек айтып беремін. Түсіндер ай балалар. Түс. Кеше Назым апаға бастадық 3-ші курс еміз деген кезде апаны көп кісі біледі екен, көп кісі білмей жатады екен. Біз осы апаға уже 3-ші курс келіп жатырмыз. Нәтиже болғаннан кейін, ана алтын шыққан жерді белден қаз дейді ғой, сол сияқты нәтиже көргеннен кейін қайта келіп жатырмыз. Апа жақын күндер Қызылордаға барады екен, сол Қызылордадан алдын тағы бір курс алып алайықшы деп 3-ші курсымызды. Рахмет апа сізге, Алла разы болсын, ұзақ өмір сүріңіз, алдыңызға келген балалардың барлығына барыңыз салып, ем жасап жатсыз, сол жақсылығыңыздың барлығы Алладан қайтсын. Аумин. Балаларым сөйлеп кетсе екен, мамалары қуанып, жүрегі жарылып жүрсе екен, маған Алланың сол нұры құйыла берсін, соның өзі маған жетеді. Аумин. Әуелі Аллаға сеніп, одан кейін өзіңізге үлкен ниетпен келіп отырмыз. Алла нәсіп етсе, жігітімізді нәтижеге жеткіземіз деген ниеттеміз. Ал апа, не айтасыз? Мен сияқты баласын анда тасып, мында тасып жүрген адамдар, аналар көп менде, өте көп қарайды. Көп оны. Мен айтамын ғой, енді мен білмеймін, қазір бағана бір Инстаграмды оқып қалсам, Қызылордаға барам деп мен не тастадым ғой енді. Мені бөтен мемлекет сұрап тұр. Мысалы, былтыр Корея шақырған. Мен Кореяға барған жоқпын, соғыс қимылдап жатқан уақытта мен Астанаға кетіп қалдым. Астанаға қалай бардым? Ата-аналардың бәрі келеді ғой бері қарата, иә? Солардың бәрінің өзіне қалтасына қалсыншы ақшалары. Өзінің балдарына курткасын алсын, соғымын алсын. Мен барып, ұшып барып, тек емді жасайын. Мені емді ғана төлейді ғой енді. Соның өзінде халыққа үлкен көмегім менің, мысалы ше. Әр облысқа баратындағы көмегім солай. И так та маған 50 адам, 60 адам так келеді, каждый 10 күнде келеді. Ал енді мен айтатыным, басқа жаққа анаған сеніп, мынаған сеніп, мына Ташкентке көп барады. Ташкентке келген бір 4 бала жүрімне, 6 рет бардым дейді. Көрдің ба, қаншама мені құйған, блокада құйған ғой, блокада құяды, неше түрлі дәрілер құяды, дәрілер беріп тастаған, сүйектерінің бәрі гипертон істейді. Сүйек қатып қалған, білесіз бе? Еще гипоксия дейді, бастың сүйегі қатып қалған. Оны ашу өте қиын болады маған. Алмайын десең жылайды. Көрдіңіз бе? Келіп емделіңіздер. Мен қаншама аутизмді емдеп жатқан апаларым ғой. Менің аутизмді емдеп жатырмын. Бір 15 күнде ЗПР-ге түседі, онда ол 50-50 деген сөз. Білдіңіз ба? Ал 2-ші, 3-ші курста ЗРР дейді. ЗРР дегеніз 20-30% қана қалды деген сөз. Бәрі ашылды деген сөз. Білдіңіз ба? Сонан кейін гиперактемия бар онда. Гиперактемия деген түсінбейді, түсіндіре алмайды. Психикалық нарушение деген бар, жүректің қан тамыры миға контакты бермейді деген сөз. Әр нәрсені келеңсіз істеп кетеді. Соны біз психикалық нарушение деп жазып қоямыз. Қазір барлығы жақсы келген адам. Апа, мен сізді қайдан білдім? Мына Гресте Өтеген Батыр. Апа, мен сізді қайдан білдім? Мына Гресте Өтеген Батыр деген жерде мен әпкем тұрады. Сол кісінің баласын сіз емдеген екенсіз. Қазір мектепке барып жүр екен. Соны көріп маған әр кездескен сайын Ұлдан апайым айтты, әкемнің әпкесі ғой. Сонымен әні міні деп жүрдік біз ана. Қолда барды алтынның қадірі жоқ деп, мынау тұрған жерге келуге ерініп қаламыз ғой. Көбісі мына неге бар, жаңағы
Ирактың астанасы қандай? Ойбай апа, 5 баладан кейін ондай сұрақ қоймыз ғой. Израильдің астанасына кетіп тұрды, иә, көбісі. Сосын мына Түркияға барып жүр. Түркияда мынадан қан алды да өкшеден жіберіп тұр. Ол не деген сұмдық? Ол қандай методика? Өкшеден қан жіберу миға бара ма? Мысалы ше, сондай методикамен де келіп істегендер түк болмады деп келіп емделіп жатыр мысалы ше. Менің бір түйір ғана балам емес, миллиондаған балам оқып жатыр. Мен мынаны, оказывается, 2003 пен 2006-ның аралығында болған екен осындай ЗПР. Оказывается, 2003 пен 2006-ның аралығында болған екен осындай ЗПР, ЗРР, аутизм дегендер ше. Анада мен бір жерде кетіп бара жатсам, бір ата-ана маған құшақтап сүйіп нетіп жатыр да, енді жарайды, балдарын емдеген шығар десем, сіз 2003 жылы садикке келіп 25 баланы емдеп кететін едіңіз дейді. Қара, 2006-ға дейін дейді. Сол балдардың бәрі Сай-Салада универде оқып жатыр екен. Соның ата-аналары келіп маған сәлем беріп кетеді сол балдар. Көрдің бе? Біразы Чехияда оқып жатыр дейді, біреуі Америкада оқып жатыр, біреуі біздің мына Алматыда, Астанада универді оқып бітіріп жатыр дейді. Көрдіңіз бе? Сіздерге де жұғысты болсын. Аумин, айтқаныңыз келсін. Менің осы мен алатын алға келетқанда осы 21 жылдан бері тек қана балдарменен жұмыс істеп келатқаным, менің бір шошынып қалғаным, бір бала емес, екі бала емес, жаппай бала болып кетті. Жаппай болып кетті. Онан кейін каждый семьяда болып, біреу емес, екеу емес, үшеу болып кетті. Білдіңіз бе? Мен екеу емес, үшеу болып кетті. Білдіңіз бе? Мен сол кезде шошындым да, ойбай мынадан қайдан пайда болды деп 24 жылы Кореяға да шығып бардым. Осы балдардың неден аутизм болды, не себепті деп. Көрдіңіз бе? Сонда қалып мен бір ай даже жаңа квалификациясында оқып та келдім. Білдіңіз бе? Олар бірақ аутизмға міне болмайды, ешқандай ем жоқ, ары қарай характер шизофрения болады деді. Мен соны сол жерде көздерінше 2-3 баланы әкеліп емдегенде маған қалыңызшы деп қанша жалынды сояқты. Менің жасым оған келген жоқ, ол Кореяға қалып. Бірақ мен өзімнің Қазақстанымды, жерімді сыйлаймын. Енді менің ойлайтын арманым, біздің жер бетіндегі балдардың бәрі ауырмаса екен. Ана жыламаса екен, ана балам деп жыламаса екен. Әрбір ананың шырайынан көретінім мені күлкі болсын деймін ғой. Білдіңіз ба? Сол мына көп ата-аналар әкелері тастап кеткен балдары болды. Осы ауруды сезгеннен кейін мамаларын тастап кетіп ажырасқандар болды. Осы ауруды сезгеннен кейін мамаларын тастап кетіп ажырасқандар болды. Қаншасына мен тіпті ақым кеткендей телефонын берші айналайын деп келіп, анасы жылап кетті. Осы бір келіншек осы арада жүреді қазір. Бедейік, мені күйеуім ажырасып кеттім дейді, кетіп қалды дейді. Ата-анасы мені қабылдаған жоқ дейді. Мен бала тастап кетті, енді сені қалай, біздің үйде қалай жүресің деп айтты дейді. Әке шешеме барсам 2-3 күннен кейін мына баланы дегдон қойып шеш деп айтты дейді. Көрдің бе? Апа, мен өліп кетейін ба, не істейін? Соңынан сізге келіп тұрып тұрмын дейді. Шизофрения, аутизм, шизофрения. Мен қабылдай алмаймын, балам, қызым ренжімеш десем айтады, қазір мен жолға шығып өле салайын ба КамАЗдың үстіне дейді. Сонда сен до этого өлмедің ба, енді маған келіп өлесің ба? Сонда айтып кетесің ба, Назым апа қабылдамады деп, айран ішкен құлып, шелек жалаған құлама. Не деген қорқытып тұрсың, мен айналайын ау дедім. Ана жерге барып жылап, ана менің врачыма жолығып, қайтадан алдық. Бірақ айналайының пиғылы өте жақсы екен. 2-3 курсқа келгенде мен өзінің күйеуін алып тұрып, келіп қосылып жібердім соған. Ой, Алла разы болсын. Айтты мені, шайтанның шыбығындай немене, шыбжыңдамай, мынадай қызды қайдан табасың? Мынау өзің туған жоқ па ішінен? Сенің екеуінің араңда болған бала ғой мынау. Білесің ба? Бұл жалғыз өзі бірдеңе туып, мынау ішіне бірдеңе салып жіберген жоқ. Екеуің сен шығардың ғой осы баланы. Әуелі Құдай. Мына қызың әйеліңді жылатпа, мына балаңды қамқорыңа ал деп тұрып қосып жібердім. Онан кейін ата-анасы да келіп, әкесі де, атасы да маған бәтесін берді. Көрдің бе? Қыз бірақ мынау іспе қыз. Керемет қыз, ақылды қыз, әдемілігін қандай. Соны қостық қой мінекей. Көрдіңіз ба? Ана прокурордар тұр әне. Мен прокурормын, Астанадан келдім. Менің баламды қарап бер дейді ғой. Министр болсаң да өшіретке жүрдім. Сол енді атаң. Апаға жалпы жарнаманың қажеті жоқ. Дегенмен де біз 2 курстан кейін нәтиже көргеннен кейін рахметімді айтып, және де осындай апамыз бар екенін мен халыққа таныстыру мақсатында. Апаға жалпы жарнаманың қажеті жоқ. Дегенмен де біз 2 курстан кейін нәтиже көргеннен кейін рахметімді айтып, және де осындай
апамыз бар екенін мен халыққа таныстыру мақсатында өзімнің ниетіммен апасы түсірсем бола ма деп рұқсатын алып солай түсіріп отырмын. Рахмет апа. Апа прокурорларға қатты сөйлемеңіз. Сен де халқым деп жүрген қызсың ғой Жәйма. Рахмет апа. Зірерден басталады, зіфірден кетеді, сосын аутизмге кетеді, аутизм тармақтарына кетіп қалады. Яғни бұл бір планетадан келіп қалған ауру емес, бұл сүйектің жабылып қалғанына байланысты тамырлардың циркуляция жасамай, ми төмен қарай шөгіп қалғандығын соны айтады. Менің өзім идеям болғанша ше. Сөйтіп тармен кете бастайды. Айтпесе бұл балалардың өсуі, қабілеті, көзі бәрі дұрыс. Енді ондай болған балалардың кейбіреуінің құлақтары, естуі нашарлайды, көз көруі нашарлайды. Мына жерде еті бар тістің, осылар төмендей бастайды, кете бастайды да, сосын тісі өзіне өзі түсе бастайды да. Көбі стоматологқа апарып пәленбай мың сомға укол салдырады. Оның бәрі зиян. Біз соның бәрін істеп жатырмыз. Сол тісін біз емдеткенбіз ғой сол сөйтіп. Құлағына дейін сосын аденой басталады көбіне. Мына қанның циркуляция жасамағанына байланысты аденойда басталады. Аденой дегеніміз мұрынның кеңсіріндегі тамырдың расширяться еткені, ісінгені. Соны аденой дейді. Соны да қалпына келтіріп. Мен Қаскелеңге апасына емге апарып келдім да, постты беріп жатырмын, сүт таусылыпты. Папасы әрмен қарай сабақ, спорт дегендей әлгі жерде. Удачи, сәттілік. Құдай, бері жүрсен, қыздан бері жүрмедім ғой, уақытты алып май. Иштеп жүргенде еңбегіміз ақталып, қатарына қосылып. Аллаға мың тәубе, қазіргі күніне де шүкір, одан да жақсысына жетерміз. Мен неге 2 апта бойы көрінген жерде жылап қалып быт-жыт болып жүрдім. Расул білесіздер, иә, біздің 4-ші балапанымыз. Енді біздің енді практикамызда, өміріміздегі ең үлкен сабағымызда бар ғой. Мысалы, кішкентай балаларды кішкене бұзылыс болса, біз уже бірден байқаймыз ше. Неге десең, өзіңнің басыңнан сол нәрсе өтті да. Кішкене Расул десем атына қарамайды да, я. Эмоция жоқ кішкене. Содан жүрегім ауырып бір дәрігерге апардым. Сөйтіп оған енді ағымнан жарылып бәрін айттым ғой невропатологқа. Мен 1-ші балама осылай диагноз қойған деп. Онда өзіңізде түсініп тұрсыз ғой дейді ғой. Айта алмаймын, ол жердегі сезімді бар ғой. Сол жерден жылап шықтым ғой, сумкама очки салып алғам, очкиімді тағып алдым да, машинаға отырғанша жылап барғам ғой. Ал сонымен менде кәдімгідей депрессия басталды. Құдай, неге сонша мен баламен сынап жатырсың деп. Бармен сына, бірақ баламмен сынамашы деп. Маған біреу аз бет осы уақытқа дейін деп ше. Иә, былай бір көзбе қараған кезде, әйтеуір дені сау, 12 мүшесі аман, жүгіріп жүр, өз қолымен тамақ жейді. Әйтеуір ана ДЦП балаларды да аналары не деген батыр төсекте оралып жатса да бағып жатыр ғой, Аллаға шүкірмін ғой, мен күпірлік етпейін дейсің да. Бірақ қатарын көрген кезде, қатарынан қалып жатқанын көрген кезде жүрегің ауырады да, менің балам қашан осы күнге жетеді деп ше. Сөйтіп, енді 2 болды ма деп мен қатты жүрегім ауырды. Сенесіздер ма? Содан бәрібір енді бізде мына әйел деген, ана деген жүректердің сорлысы ғой. Балаң ауру болса, дәрігерлер жазылмайды деп айтса да, соның жазылатынына сенет, үмітін үзбейді. Бай тастап кетсе де бір күні қайтып келет дейді. Алғаш болып ішіп кетсе де бір күні қоят дейді. Әйтеуір осы ана деген, әйел деген жүректе үміт деген нәрсе үзілмейді ғой. Мен соған көзім жетті да. Сөйтіп енді тағы бір осы Алматыда мықты невропатолог бар, сол кісіге бардым. 1 ай алдын очередь ет, қайыптан тайып бір бала пациенті келе алмайтын болып, соның орнына мен жазып бардым. Ол кісі жаңағы бірінші айтқан невропатологтың айтқанын бір 50-60% жоққа шығарды. Кеше Назым апаға апардық. Ол кісі диагностика жасады. Черепной, я соны емдемегенбіз уақытында. И содан еңбегі баланың тез қатқан. Соны енді қазір қолға алып, Алла нәсіп етсе 1 жас 6 ай ғой енді әлі қатарына қосып жібереміз.
кеше уже бірінші күн, бүгін екінші күн массаж алып, кәдімгідей, или мен бір қатты сеніп барам башы, әлде шында да бала жас кезде қолға алғанның пайдасы ма, апаның емі енді әрине міндетті түрде себеп, тіпай жақсымыз. Енді Алладан жасырмағанда адамнан не деп жасырасын, мен ештеңені жасырып биттім келмейді. Сол үшін осылай ашып айтып жатырмын өздеріңізге. Не болды, кім жылатты менің қызымды? Бұрындары өсектерге жыным келеді, мен туралы айтылған, қазір күлкім келеді. Бүйтті. Ақшасы бар ғой, емдетпейді ма дейді да, бір ай қарап, шошқа тағалап, бір осы күнге мәз болып жүрген адам сияқты ше. Бұның ақшасы бар ғой, не проблемасы бар дейсіңдер, не проблемасы бар дейсің деп әңгіме отырады да. Бүгін сенмен дастархандас болып, сенмен туған болып, туыс болып жүргендердің өзі да. Емдеткенде біз емдетіп жатыр, айналайындар. Ақшам бетіне қарап отқан жоқпыз. Мысалы, бір баланың өзіне, жаңағы үлкенімнің өзіне айына чисто 2 миллион кетеді. Мысалы, еміне. Массажы, лого массажы, сабағы, логопеда, дефектологы, сосын нейропсихологы, одан кейін адаптированный спорты бар. Енді жүзуге берсек деп жатырмыз. Түсте 2 сабағы бар, кешке спорты бар, обедке дейін массажы бар, оны алып жүретін, ары бері таситын жаңағы жүргізушісі бар. Інілерім ғой енді өзімнің. Енді бәрібір ешқайсысы ауамен күн көріп, жапырақ байлап жүрмейді ғой. Олардың да уақыттары кетіп жатқан, бізге арнап жатқан, машиналары ауамен, сумен жүрмейді дегенде әңгіме ғой. Күлкім келетті сөйтіп сыртыңнан әңгіме айтатындарға ше. Бұл мынау ЗПР, ЗР болсын, рас болсын, аутизм болсын, чудо ақшамен сатып ала салатын таблетка жоқ, мә бердің, жазылдың дегенше. Біз мысалы Қытайға дейін бардық. Қытайдың бірінші санаттағы профессорына бардық, балалар нейропсихологтарына. Приемы пәленбай $1000 тұратын. Оның да айтқан дәл солай. Мысалы, Түркияның алдыңғы қатарлы жоғарғы санаттағы жаңағы миды ашып тұрып жұмыс жасайтын дәрігерлері келіп жатыр, соларға МРТ-сын ең қымбат аппараттарға түсіріп апарып көрсетіп жатырмыз. Мысалы, ол Түркияның дәрігерлерінің бір приемы $200 тұрады екен. Біз әйтеуір медиканы аман болсын, Жанара сестрамыз аман болсын. Одан кейін кинезиатр дейма, сондай бір центрлар бар екен. Ертең соның врач келеді екен, 26-27 Алматыға. 30 минуттық бір приемы 260 мың теңге. Ойлаңыздаршы. Соған жазылып қойдым, қойшы құрсын бір нәрсе деп қалар деп ше. Жаңағы Қытайға бардық қой, біз былтыр 21 күн жүрдік, жаңағына дәрігерінің қабылдауына 1 жыл алдын жазылады екен да. 1 жыл алдын. Әйтеуір Мұху ханымдар бізді жаңа 1-2 ай алдын жазып, ақшасын өздері төлеп бардық ол жерге де. Түркиядан келетін, әлхамдулилля, қас, рас екенін. Түркиядан келетін медикананың да дәрігерлері 30 минут уақыттары жоқ, обедке уақыттары жоқ болып келеді Қазақстанға. Оны да әйтеуір ойбай, Жанара сестра деп әпкеміздің арқасында кіріп шығамыз алдына. Болмай кеткен уақытта түнде кешкі астан кейін жатқан қонақ үйіне барып көрсетеміз ше баланы. Оның бәрін бейт түсіріп сала бермейсің ғой енді. Ертең құрсын 30 минуты бір приемы, диагностикасы $260 мың. Ол қаяқтан келеді? Ұмытып қалдым қай елден келетін. Сол жақтан келеді. Соған барып көреміз. Қатты ниеттеніп осы Назма апаға барып жатырмыз. Өйткені ол кісінің жаңағы емдеген баласы, кәдімгі көз көріп жүрген бала мектептің партасында кәдімгі қатарластарымен отырды. Әйтеуір соны көргеннен кейін, Алла маған да осы күнді бұйыртшы деп оған барып жатырмыз әйтеуір. Сондай ғой айналайындар, жетісіп жүрген ешкім жоқ. Бәрі жетіспегенден жүр мына өмірде. Күлгеннің бәрі бақытты емес. Жылағанның барлығы шын бақытсыз емес дейді, сол сияқты.
денің сау болса, ол қызыңның дені сау болса ең бақыттысың. Жоқ деп етекті жасқа толтыра бермейік. Мен де қақылдап күліп жүргенмен қағанағым қарқ, сағанағым сарғы емес, айналайындар. Жүрміз сол, бір нәрсе жетіспегеннен. Мейлі аман болайықшы, аман болыңыздар.